Рухани 40 қағида. Бірінші қағида. Жүрегіміздегі жаратушының кім екені, жаратқанды қалай танығанымыз өзіміздің кім екенімізді көрсететін айна тәрізді. Құдайды еске алғанда ойыңа бірден қорқыныш ұялататын бір болмысты елестетсеңіз, демек, сізде көбінесе қорқыныш пен ұят басым. Ал егер Құдай деген кезде ойыңа бірден махаббат, мейірім және қамқорлық келсе, демек, бойыңда осы сипаттар мол болғаны. Екінші қағида. Хақ жолында жүру ақылдың емес, жүректің ісі. Ақ пен қараны ажырататын нәрсе иығыңдағы бас емес, кеудеңдегі жүрек. Нәпсісін өлтірушілерден емес, қыр-сырын білушілерден бол. Үшінші қағида. Құранды 4 деңгейде оқуға болады. Алғашқы деңгейі сыртқы мағынасы, одан кейін ішкі мағынасы. Үшіншісі ішкінің ішіндегі мағына. Төртінші деңгейдің тереңдігі сондай, оны түсіндіруге сөз құдіреті жетпейді. Төртінші қағида. Ғаламның әрбір түйірінен Алланың сипаттарын көруге болады. Өйткені ол мешітте, шіркеуде, синагогада емес, білімімен, құдіретімен, әрбір сәтте, әрбір жерде. Алланы көріп, өмір сүрген ешкім болмағаны секілді, Алланы көріп, өліп кеткен де ешкім жоқ. Кім оны тапса, мәңгілік соның құзырында қалады. Бесінші қағида. Ақылдың өлшемі мен ғашықтық өлшемі басқа. Ақыл өте сақ. Әр қадамын сақтықпен жасайды. Байқа, өзіңе абай бол, деп ескертіп отырады. Ал ғашықтық олай емес. Оның айтатыны, аянба, өзіңді аяма. Ақыл оңайлықпен беріле қоймайды. Ғашықтық болса өзін тежей алмайды, морт кетеді. Өйткені құпия қазыналар қирандының астында болатыны тәрізді, басты құпия жаралы жүректе жасырулы. Алтыншы қағида. Бұл дүниедегі дау-дамай мен өрттей өшпенділіктің көбі тілден. Өзіңе ие бол, бос сөзге мән берме. Ғашықтық мәселесінде тіл құдіреті жүрмейтіні айтпаса да түсінікті. Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Жетінші қағида. Бұл дүниеде оқшауланып, тек өз даусыңның жаңғырығын естумен ақиқатқа жете алмайсың. Өзіңді тек өзгелердің айнасынан толық көре аласың. Сегізінші қағида. Басыңа не келіп, не кетсе де үмітсіздікке ұрынба. Бүкіл есіктер жабылса да, ақырында ол саған ешкім білмейтін құпия соқпақ ашады. Сен оны көре алмасаң да, тар соқпақтардың ар жағында қаншама жәннат бақшалары бар. Шүкір ет. Қалағаныңа қолың жеткенде шүкір ету оңай. Сопы қалағанына қолы жете алмаса да шүкір ете білетін жан. Тоғызыншы қағида. Сабыр ету күту емес, көреген бола білу. Тікенге қарап гүлді, түнге қарап күндізді көре білу сабыр деп аталады. Аллаға ғашық құлдар сабырды бейне бір тәттіні сорғандай бірте-бірте сорып қорытады. Олар жаңа туған айдың толған айға айналуына уақыт керек екенін өте жақсы біледі. 10-шы қағида. Шығыс болсын, мейлі батыс болсын, мейлі солтүстік немесе оңтүстік болсын. Қай жаққа бет алсаң да әрбір сапарыңды жан дүниеңе жасалған саяхат деп біл. Өзіңнің көңіл әлеміңне, жан дүниесіне саяхат жасаған кісі түптің түбінде жер жүзін шарлайтыны анық. 11-ші қағида. Толғатпай жатып бала туу жоқ екенін әрбір атана өте жақсы біледі. Өзіңнен жаңадан саф, тап-таза өзіңді шығару үшін небір қиындықтар мен толғақтай ауыр азаптарға дайын болуың керек. 12-ші қағида. Ғашықтық бір сапар. Осы жолға шыққан әрбір жолаушы қаласа да, қаламаса да, бастан бақайшағына дейін өзгереді. Осы сапарға шығып өзгермей қалған бірде-бір пенде жоқ. 13-ші қағида.
Мына әлемдегі өтірік қажы, жалған ұстаз, көз бояушы шейхтардың саны өте көп. Шынайы жолбасшы шәкірттерін өзіне қайран қалдырумен айналыспайды. Керісінше, сені ішкі әлеміңе үңілуіне әрі нәпсіңді жеңіп, өзіңдегі ғажайып қабілеттеріңді жеке-жеке жетілдіруге бағыттайды. 14-ші қағида. Хақ тағала алдыңнан шығарған түрлі өзгерістерге тіресіп уақыт өткізгенше мойынсын. Тіршілік ағыны сенен басқа жақта емес, өзіңмен бірге ақсын. Жүйем бұзылады, тыныс тіршілігімнің асты үстіне түседі деп уайымдама. Бәлкім, өмір тіршілігімнің асты үстінен жақсырақ шығар, қайдан білесің? 15-ші қағида. Алла әрдайым біздің ішкі және сыртқы әлемімізді сәт сайын кемелдендіруде. Әрқайсымыз жеке-жеке кемеліне келген өнер туындысымыз. Алдымыздан шыққан әрбір оқиға, көлденең шыққан әрбір кедергі кем-кетігімізді толықтыру үшін жоспарланған. Раббымыз әрбір кемшіліктерімізбен жеке-жеке айналысады. Өйткені адам атты туынды кемшіліксіз болуға тиіс ғажайып жаратылыс. 16-ші қағида. Алла кемшіліксіз. Оны жақсы көру, сүю оңай. Ең қиыны, қателігі мен артықшылығы қатар жүретін пәни пендені жақсы көріп, сүйе білу. Кісі не нәрсені қалай сүйсе, оны тек сол деңгейде ғана танитынын еш ұмытпа. Демек, өзгелерге риясыз құшақ ашпастан, жаратқан үшін жаратылғандарды жақсы көрместен, ешкімді лайықты түрде тани да, сүйе де алмайсың. 17-ші қағида. Негізінде дақ сыртта емес, іште, киімде емес, жүректе болады. Одан басқа жұққан кез келген кір, түскен дақ қаншалықты көзге бірден шалынғанымен жуса кетеді. Жуса кетпейтін, жүрекке әбден орнығып алған дақ бар, ол қызғаныш пен жаман ниет. 18-ші қағида. Күллі әлемнің небір қатпары мен сансыз құпиясы адамның ішінде жасырылған. Шайтан бізді сыртта торуылдап жүрген қорқынышты мақұлық емес, ішіміздегі құпия үн, сұмпайы сыбыр. Шайтанды сырттан, басқалардан емес, өзіңнен ізде, әрі ұмытпа. Өзін таныған адам Раббысын да таниды. Басқаларды қойып, өзімен өзі айналысқан адам түбінде сол еңбегінің сыйы ретінде жаратқанды таниды. 19-ші қағида. Өзгелерден сый-сияпат, көркем қарым-қатынас немесе сүйіспеншілік күтіп жүрсең, бұларды ең алдымен өзіңе жасауға борыштысың. Өзін сүймеген адамның басқалар тарапынан жақсы көрілуі мүмкін емес. Сен өзіңді жақсы көргенде ғана өмір саған тікен ұсынса да қуанасың. Демек, жақын арада гүл ұсынады деген сөз. 20-ші қағида. Жолдың аяғы қай жерге барып тоқтайтынын ойлай беру, бостан босқа күш-қуатты сарп ету. Сенің міндетің алғаш жасайтын қадамыңды ғана ойлау. Қалғаны кейін өзінен өзі реттеледі. 21-ші қағида. Әрқайсымыз сан алуан сипаттарға ие болдық. Егер Алла барлығымыздың бір-бірімізден аумайтын бірдей болғанымызды қаласа, сөзсіз солай жарататын еді. Арадағы айырмашылықтарға құрмет көрсетпеу, әркім өзіне лайық ақиқаттарды басқаларға күштеп таңуға тырысуы Хақ тағаланың қасиетті қағидасына құрметсіздік саналады. 22-ші қағида. Аллаға шынайы ғашық кісі арақ-шарап ішетін жерге кірсе де, ол жер ол үшін намаз оқитын орынға айналады. Ал керісінше, маскүнем пенде мешітке кірсе де, ол жер ол үшін арақ-шарап ішетін орынға айналады. Мына дүниеде не істесек те, бізді басқаша ететін түр әлпетіміз емес, ішкі ниетіміз болмақ. 23-ші қағида. Осынау дүние тіршілігі қолымызға аманат ретінде ұстатылған түрлі түсті ойыншық іспетті.
Кейбіреулер ойыншыққа берілгені сонша, сол үшін қайғырып көз жасын көл етеді. Кейбіреулер ойыншық қолына тиер тиместен әрі-бері айналдырып сындырады да лақтырып тастайды. Осылайша дүниенің соншалықты бәсін арттырып, бағасын асырамыз. Не болмаса, қадірін қашырамыз. Не нәрсе болса да, шектен шығудан сақ бол. Сопы артық та, кем де кетпейді. Кемел кісі әрдайым құба төбел орта жолды ұстайды. 24-ші қағида. Адам баласы жаратылыс біткеннің ең қадірлісі һәм ардақтысы. Ендігі жерде өзінің жер жүзіне Алла тағайындаған халифа екенін ұмытпай, әр қадамын аңдап басып, осыған сай қарекет жасауға тиіс. Басына жоқшылық келсе, бәле жалаға кез болса, түрмеге түссе, тіпті тұтқынға алынса да, еңсесін тік ұстап, көзі ашық, көңілі ояу халифасындық харекет жасаудан тартынбауы керек. 25-ші қағида. Жәннат пен жаһаннамды тек қана болашақтан іздеме. Екеуі де дәл қазір, осы жерде. Қай кезде адамды пайда күтпей, есеп-қисапқа негіздемей, алыс берісті ойламай, жақсы көре алсақ, жәннатта жүрміз деген сөз. Ал қай кезде дау-дамайға бейім тұрсақ, жек көру, қызғаныш пен қанды кекке былғансақ, сол сәтте ақ жаһаннамға топ ете қалғанымыз. 26-ші қағида. Осынау ғалам бір бүтін болмыс, бір ғана жаратылыс. Бүкіл болмыс көзге көрінбейтін жіп арқылы бір-біріне байланған. Байқа, біреудің обалына қалып жүрме. Өзгелердің, әсіресе өзіңнен әлде қайда әлсіз біреудің көңілін күйретпе. Төрткүл дүниенің бір жағындағы біреудің мұң-зары күллі адамзатты бақытсыз етуі мүмкін екенін әсте есіңнен шығарма. Сол секілді біреудің бақыты барша адамға қуаныш сыйлауы мүмкін. 27-ші қағида. Мына әлем бейне бір тау шатқалы іспетті. Оған дауыстап не айтсаң, ол да саған соны қайталап жаңғырады. Аузыңнан бір жақсы сөз шықса, жақсы сөз жаңғырады. Ал жаман сөз айтылса, ол да жаңғырады. Олай болса, кім сен туралы жаман сөздер бұқсытып жүрсе, сен ол адам жайында 40 күн бойы тек қана жақсы сөздер айт. 40 күннен кейін көресің, барлығы өзгереді. Сенің көңілің өзгерсе, өмір өзгереді. 28-ші қағида. Өткен күндер санамызды торлап алған бір тұман деуге болады. Ал болашақ ой қиялдың пердесі ғана. Не болашақты біле алмаймыз, не өткенімізді өзгерте алмаймыз. Кемел кісі әрдайым қазіргі сәттің ақиқатына сай өмір сүреді. 29-ші қағида. Тағдыр деген өміріміз алдын ала жазылып, сызылып қойды деген сөз емес. Сондықтан, не істей аламын, тағдырыма осылай жазылған деп шарасыз күйге түсу надандықтың белгісі. Тағдыр жолдың барлығын емес, тек қана жолдың басты айрықтарын көрсетеді. Жүрілетін жол белгілі, бірақ барлық бұрылыс пен қалтарыс жолаушының өзіне байланысты. Сондықтан, өмірге толықтай сөзім жүреді деп айтпа, не болмаса, мүлде шарасызбын деме. 30-ші қағида. Кемел адам өзгелер сөксе де, айыптаса да, өсек өтірікті қарша боратса да, тіпті жалаға тап болса да, аузын ашып ешкімге артық сөз, жағымсыз жауап қатпайды. Кемел адам өзгенің кемшілігін көретін емес, жасыратын адам. 31-ші қағида. Ақиқатқа жақындау үшін барқыттай балғын, жібектей жұмсақ, жүрекке ие болу керек. Әр адам әр қандай жолмен жұмсаруды үйренеді. Біреудің басына қайғы келер, біреудің басына ауру тап болар. Біреулер жақынынан айырылып мұң құшар, біреулер тапқан дүниесін жоғалтар. Әйтеуір, бәріміз жүрек қаттылығын жұмсартатын жолдан өтеміз. Дегенмен, біреулер мұндағы хикметті танып біліп жүрек жұмсарады. Ал кейбіреулер өкініштісі одан сайын қатыгез пендеге айналады. 32-ші қағида. Ортадағы перделерді бір-бірлеп
алып тастауға тырыс. Сонда ғана Алламен шынайы махаббатқа негізделген байланыс құра аласың. Өзіңнің ереже қағидаларың болсын, алайда бұларды өзгелерді айыптау үшін қолданба. Әсіресе пұттардан аулақ бол, досым. Байқа, өзің дұрыс деп білген көзқарастарыңды пұтқа айналдырып алма. Сенімің биік болсын, бірақ сенімің арқылы биіктен қарап тәкаппарланба. 33-ші қағида. Мынау әлемде әркім бір нәрсе болуға тырысып жатқанда, сен ешкім болма, адам бол. Соңында барып тірелер жерің еш нәрсе болсын. Негізі, адамның шөлмектен ешқандай айырмасы болмағаны жақсы. Шөлмекті шөлмек етіп тұрған сыртқы пішіні емес, іші. Сол секілді адамды адам етіп тұрғаны да менмендігі емес, ешкім емеспін деген терең танымы. 34-ші қағида. Ақиқатқа мойынсыну әлсіздік те, селқостық та емес, керісінше мойынсыну алапат күшті талап етеді. Мойынсынған кісі тулаған толқынды суларда аласұрмай қауіпсіз аймақта ғұмыр кешеді. 35-ші қағида. Мына өмірде біз тек қарама-қайшылықтар арқылы ғана ілгерілейміз. Мүмкін кісі өз ішіндегі теріс пікірлерімен танысуы керек. Адам баласы кемел адам мәртебесіне қарай табандап жылжи береді. Сондай-ақ қарама-қайшылықтарды қабылдай алу дәрежесіне қарай жетіле түседі. 36-ші қағида. Өзгелердің қулық сұмдығына алаңдама. Егер біреулер жолыңа ор қазып, сені құлатуды көздесе, Алла да оларға ор қазады, өйткені олар қазған орларына өздері құлайды. Бұл жүйе алыс-беріс негізінде жұмыс істейді. Бір түйір жақсылықта, кішкентай жамандықта қарымсыз қалмайды. Сыбдырлаған жапырақтың өзі оның ілімінен тыс емес. Сен тек қана осыған илансаң болғаны. 37-ші қағида. Алла өте нәзік есеппен жұмыс істейтін сағатты жасаған ұлы шебер. Оның шеберлігі соншалық, әрбір нәрсе дәл уақытында орындалады. Не бір секунд ерте, не бір секунд кеш қалмайды. Әрбір адам үшін ғашық болатын мезгіл бар, оған қоса өлетін уақыты да бар. 38-ші қағида. Өмірімді өзгертуге дайынмын ба? Деп сұрау ешқашан кеш емес. Қай жаста болсақ та, басымыздан қандай қилы заман өтсе де, толықтай жаңаруға мүмкіндік бар. Егер кешегі күн бүгінгі күннің айна қатесіз көшірмесі болса, бұл өкініш. Әрбір сәт, әрбір дем шығарған сайын жаңару керек. Жаңа өмірге көз ашу үшін өлмей тұрып өлу керек. 39-ші қағида. Бөлшектер әрдайым өзгеріп тұрады. Тұтас дүние ешқашан өзгермейді. Бұл дүниеден өткен әрбір ұры үшін оның орнын басатын тағы бір ұры туады. Көз жұмған әрбір жақсы адамның орнына басқа бір ізгі адам келеді. Барлық нәрсе өзінің орнында қалады. 40-шы қағида. Махаббатсыз өмір босқа өткен есіл уақыт. Не істесем екен? Құдайға ғашық болып өтсем бе? Болмаса өткінші дүниеге ме? Әлде аспан әлеміне ме? Жоқ, әлде түр түске ғашық болайын ба? Деп сұрама. Бөлшек тағы бір бөлшекті тудырады. Ғашықтық сипаттауға және толықтыруға мұқтаж емес. Ғашықтық өз алдына дара әлем. Сен оның не ішінде, не дәл ортасында, не сыртында емессің. Ғашықтық сағыныш.